Бүгін Сарыөзек гарнизон 12-740 әскери бөлім жеке құраммен, бригада басқармасы менен, батальон командирлері және рота командирлері менен жеке құрамдық қабылдау пунктінің басқармасымен өте жақсы жұмыстар жүргізілді. Бұл жұмыстың негізгі тақырыбы ол не үшін арналған, неге керек және осы іс-қимылдардың барлықтарын әскери қызметшілерге үйрету керек болды. Бүгінгі тақырыпқа сәйкес барлық әскери қызметшілер бейбіт уақытында осы іс-қимылдарды істеп жүрген болса, жоғарғы жауынгерлік әзірлік кезінде сол бір іс-қимылдардың барлықтарын бұлжытпай орындайды деп ойлаймыз.